аң деген аңшылыққа құмар адамдар болады енді біздің елде. Енді оны бірақ байқамаса ол екі жақты ғой, бір жағы оны енді азық үшін аулайды, екінші оны енді кейбіреулер қан қасақ бұзып жібереді. Оның да артында сұрауы бар, әр нәрсенің сұрауы бар. Бұл тіршіліктегі әр нәрсенің сұрауы бар, әр заттың. Мен бір осыдан бір 20 жылдай бұрын ба мен қазақ радиосына бір сұхбат берген, аңның кеші жөнінде бір мақала жазған. Сол мақаламды оқыған екен, сол жерде айтыңызшы дейді да. Бұл енді қалай айтуға болады енді. Бұны бұндағы айтқан әңгіме менің жаңағы ауылда Төлеген деген бригада болды ғой. Иә. Сол кісінің Төлеген деген ағасы бар екен. Сол кісі ұрпақ сөткен дейді енді. Сол кісі. Бұны көрген айтады, мен соған мен кінәлі болып қалдым ау деймін дейді. Баяғыда айтады. Сол бергі анау қазіргі жылы ой жақ бар емес, соған мал жая деген баяғы. Қой жаяды ғой енді. Сол бір күні бір қырғауылды көреді, соны ұрады енді. Қолда мылтығы жоқ, таспен кесекпен ұрады енді. Соны тез алмайды. Сол бір күні жаңағы тағы да мал сояғыр беттетіп шығарады. Содан соған Төлеген деген ағасын айтады. Осы жерде бір қырғауыл бар осы. Тағы түрлі жатады. Осылай деп. Сол қайаты көрсетші дейді, малды соған қайырмалап келген кезде ана кісінің мергендігі мынада таяқ болады екен бір құлаш. Білмесе дей ма, бір құлаш дей ма. Сонымен ұрғанда қандай нәрсе болса дәл тигізді дейді. Соны көрсетті, сол айналып келген кезде анау қырғауыл ұшқан кезде ана ұрып жалбасын үзеді ғой жағына. Сол барып ұстайды, ұсталады. Сосын барып тұрып жаңағы кісі айтады, о, ұябасар екен ғой, оба болды ғой, ұябасар деп басын шайқайды. Соның наласы болды ма, сол енді өзінің армандары орындалмады деп соны Төлеген айтады тұғын.